Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Арнада өмір өріндері хабары. Бүгін біздің студиямызда қонақта энергетика саласының ардагері, Қызылорда қалалық ардагерлер кеңесінің мүшесі және де әкелер алқасының мүшесі Табылов Рысбек Садықұлы. Рысбек аға, студиямызға қош келдіңіз. Енді өзіңіз таныстырып жатырмын. Энергетика саласының ардагері, қалалық ардагерлер кеңесінің мүшесі, әкелер алқасының мүшесі. Бірінші кезекте бірінші атағыңызға тоқтайықшы. Энергетика саласына қосқан үлес үшін медалінің иегерісіз. Бірінші кезекте осы үлес қосу жолындағы еңбек жолыңыз және де өмір жолыңызға қысқа нұсқа тоқталып өтсек, одан кейін ардагерлер кеңесі мүшелігіндегі жұмысыңыз және де әкелер алқасы мүшелігіндегі жұмысыңызға кең көлемде тоқталатын боламыз. Мен де 1961 жылы 8 наурыз айында дүниеге келгем. Қызылорда облысында, осы қаласында. Мектепті бітіріп, одан кейін жаңа Қызылорда политехникалық техникумын бітірдім. Одан кейін армияға бардым. Армиядан кейін барып осы Сырдария ауданында сельхозэнерго деген мекеме бар. Сол мекемеде зейнетке шыққанша сонда еңбек еттім. Енді ол жаңағы құлдырау заманына байланысты барлық совхоз тараған кезде сол мекемемізде электр қозғалғыштарды жөндеу, ремонттау сондай цех болды. Сол меңгеруші болып, одан кейін 2005-тен бастап өзім жеке кәсібіме айналысып кеттім. Сондай жағдай болғаннан кейін әркім өзінің мүмкіншілігін пайдалану керек қой, іске асыру керек. Сосын кешегі осы зейнетке шыққанша сол кәсіпкерлігімді істеп, одан кейін оны жалғастыратын ұлым болғасын ұлыма бердім. Өзім сол неден кейін, жұмыстан кейін осы ардагерлер кеңесіне мүше болып кеттім, сөйтіп келе жатырмыз. Ал енді еңбек жолында жаңағы инженерлік құрамда жұмыс істедім. Содан кейін жаңағы шаруашылық учаскесі болдым. Сондай қызметтер атқардық. Сосын өзіміз жас болғаннан кейін қоғамдық жұмыстарға да араластық. Сөйтіп сондай жұмыстың нәтижесі кейін зейнетке шыққаннан кейін мынандай жазушылық өнер деген бар. Сонымен айналысқанда архивке де жолым түсті. Осы адамның еңбегі қаншалықты өзіне сайрап тұрған болмаса, ол жаңа газет бетіне де шықса нәтижесі сол ма дедім. Сол архивте қарап отырсам, сол 84-ші, 85-ші жылдағы нөмірлерде газетке шыққан екен. Ол кезде сельхозэнерго мекемесі шаруашылықтың барлық жұмыстарына тікелей араласады. Шаруашылықта қандай жұмыс болса, соған біздің мекеменің жұмысы сол атқару болды. Оның ішінде олар жаңағы күріш науқан кезінде сондай науқандарда сосын мал шаруашылығы бар. Мал шаруашылығының жаңағы қырқымдары болады, одан кейін сосын жаңағы қыстаулары болады. Соларға жұмыс жүргізу біздің міндетіміз болды. Сондай нәрселер енді соның еңбегіміздің нәтижесі шығар. Жаңа айттым ғой, сол Сырдария деген бізде ауданымызда Сырдария газеті болды. Сондай еңбегіміз бағаланған. Ол кезде күріш шаруашылығында отанға 100 000 центнер деген ұранмен жұмыс істеген. 100 000 центнер жұмыс орындау үшін, мүдделен шығу үшін барлық шаруашылықтың жаңа агрегаттары жақсы жұмыс істеу керек. 3 сменмен жұмыс істейді. 3 сменде 4-5 баладан бар. Содан қалай күріш бітіп, масағына дейін теріп болғаннан кейін, уже біздің екінші жаңағы қыстау дейді ғой. Сол қыстауларына қалай көшеміз ғой. Енді әрмен қарай... Аға, енді сөзіңізді бөлейін, айып етпеңіз. Аға буынның көбі кеңестік кезеңде еңбек етті ғой? Дұрыс айтасыз.
өзіңіз айтқандай ұранмен жұмыс істеу, 5 жылдықтың жоспарын орындау. дұрыс айтасыз. Сіз айтқандай ұлы отанға 100 мың центнер. Енді біз жас буын 116-тан 100 қой, 116-тан қозы дегендей. 116-тан 150 қозы деген секілді. Иә, сондай. Енді біздің жас буын сол бір ұрандатқан еңбекті түсінбеуі мүмкін. Өйткені адамның араласқан жерінде белгілі бір деңгейде кемшіліктер орын алуы ол заңдылық қой. Сіз өзіңіз қандай баға бере аласыз сол кезеңде жұмыс істеген адам ретінде? Дәл солай ұрандатып еңбек ету өз нәтижесін бере алды ма, әлде адам табиғатына белгілі бір деңгейде кері әсерін тигізгенде уақыттар болды ма? Сіз айттыңыз ғой, 3 ауысыммен жұмыс істеген уақыттарда болды. Қалай бұл? Бұл енді қоғамға байланысты ғой. Бізде ол кезде мысалы жұмысқа қатысу, азанғылық 7-те тұрып тамағын шай ішіп, сағат 8-ге 15 қалғанда жұмыста болу. Бұл сияқты еңбек тәртібі деген болады. Сол кездегі жастардың біразы комсомол ұйымы. Сол комсомол ұйымның ықпалында болады. Сосын мынау соғыс ардагерлері, ол кезде соғыс ардагерлері бар еді. Одан кейін еңбек ардагерлері бар еді. Солардың жолымен жүрген адамдар, оның үстінен әке-шешелеріміз ол кезде еңбекпен айналысқан. Олардың да жаңағыдай бізге айтатын жұмыстан қалмау, атына кір келтірмеу. Сосын біз енді сол кезеңдерде көп мекемеде істейтіндер 5-8 сағаттық жұмыс қой. 5-те кетеді. Біздің шаруашылықта да олай емес. Біз уақытпен санаспадық. Қазір енді ойлап отырамыз. Мысалы, уақыт деген сол кезде уақытпен санасуды білмейді екенбіз. Ана жұмысты бітіріп, бәрін ойыннан шыққанша жұмыстан кетпейміз. Ол сол кездегі барлық еңбек адамда тән нәрсе ғой. Енді қарапайым мынау тракторшылар болсын, мынау көлік жүргізушілер болсын, совхоздағы күрішшілер болсын, малшылар болсын, ешкім сағатпен, уақытпен санаспаған ғой. Оның бәрінің өздерінің жауапкершілігі болады, адамда жауапкершілік болу керек. Бірақ сол кезде жаңағы біздің ойымызда сол жауапкершіліктен құтылып кету, ойлану деген нәрсе болмаған. Жұмысты бітіру, жұмысты аяқтау, нәтижесін көрсету. Өйткені ертеңгі азанда жаңағы жұмыстан сұралады, кеше жұмыстар қалай өтті, мынау қалай өтті деп басшыларымыз бар ғой. Басшыларымызға есебін береміз. Бұрындары пятиминутка деп айтады ғой. Сондай нәрселер болып, сосын істеген жұмысты енді алдағы жұмыстарымызды, бүгіндік жұмыстарымызды, алдағы жұмысты айтыр, күнде бүгіндік жұмыстарымызға ғана жауап беретін болды. Сол жұмыстың бітуін сондай мақсатпен жұмыс істедік. Енді жаңағы комсомол жастар жастықпен деп жаңағы бұрыннан Корчагиннің құрыш қалай шынытты дегендей ондайлардан кеткенбіз ғой. Оның заманы бөлек. Бұның заманында жаңағы еңбек ету. Сол еңбекті бітіру, сода мүддеден шығу, сондай ғана ойда болдық. Енді қазір ойланып қарасаң, сол кезде аянбай тер төккен екенбіз. Жалғыз мен емес, барлық адам сондай болған. Үйіне кеш барады, ерте тұрады. Өйткені ерте тұрғанда олар даже біздің өзіміз алтта тұратынбыз. Барлық үйлерде мынау сиыр, қой дегендер болды ғой. Сол қойларды шығарып, ас тазалап, жем беріп, сосын бар уақытқа қарап кетіп, сондай қалыптасып кеткен жағдай ол. Барлық жұмысшыларда, барлық еңбектерде сондай ғой. Енді қазір олармен салыстырмайсыз, қазір енді мал бағу 2-ның 1-інің үйінде жоқ. Уақыт бар, тек бұларда тек жұмыс. Біздің айырмашылығымыз тек жаңағы ол кездегі жұмыстарды санаспай еңбек ету. Сен нан істе деп үгіттемейді. Ол кезде жиналыстарда болады жаңағыдай.
ана бригада мен мына бригаданың жаңағы социалистический жарыс дейді ғой. Иә. Соны бір-біріне жаңағы қағаз жүзінде сондай неден орындаймыз дегендей, мынандай суммаға жұмыс жасаймыз дегендей, сондаймен жұмыс істедік қой негізі. Рысбек аға, енді осыдан бірнеше жыл бұрын мынандай бір әңгіме айтылды. Осыдан 5000 жыл бұрын папируста бір жазу табылған екен, жазба. Қазіргі жастар бұзылды деген. 5000 жыл бұрын. Енді аға буынның кейінгі ұрпақтың өмір салтына қатысты бір белгілі бір деңгейде көңіл толмаушылығы болатыны жасырын емес. Бірақ сіз өзіңіз тұлға ретінде, өзіндік ойы бар азамат ретінде, өмір көрген, еңбек көрген азамат ретінде мынаны айтыңызшы. Сіздердің буындағы заманмен кейінгі буындағы заманды салыстыру және сіздердің кезеңдегі өмір таптаурынын жақсы үздік көру бұл дұрыс па әлде бұрыс дүние ма? Бұл енді тарихшылардың еншісінде бұл айтып отқан сұрақтарыңыз. Біз негізінде бұрынғы тарихтарда қазір зерттеліп жатыр ғой. Негізінде толық зерттелмеген деп қазақтың тарихы ана жылдан басталады, мына жылдан басталады деп әртүрлі пікір айтып отыр. Негізінде тарихтың бәрі жарылып кеткен, болған нәрсе болған. Оның мысалы қазақтың жауы аз болмаған ғой. Иә. Мына жағында қалмақ башқұрттар болса, мына жағынан түркмендер, мына жағында Хиуа, Бұхара хандығы, мына жағында Қытайлар тұрған, жоңғар басқыншылық дегендер болған ғой. Сол тарихтарда ертегі өздеріміздің әке-шешелерімізде, ата-бабаларымызда көрдік қой, аталарымызда. Олар бұл туралы тарихты айтпаған. Дәл соғысты да айтпаған. Балдарымыз соғысты көрмесінші, бетаулақ дегендей нәрсемен. Ондай тарихтар біздің кезімізде көп айтылмайтын еді. Ал қазір енді кинода да көрсетіп жатыр, әлем желіде де көрсетіп жатыр. Әлем желіде көп жазылады осы туралы. Енді жаңағы құлтегін тастың табылуы біздің мәдениетіміздің қаншалықты бұрын дамығанын дәлелдейді ғой. Одан бұрын да жаңағы одан кейін де мынау алтын адамның табылуы бір емес, 3 жерден табылуы. Біздің Қазақстанның өркениеті сол кезде жоғары болған ғой. Сол кезде де біз мынау қазба жұмыстарын жазып жатқанда да мына канализация дейміз ғой. Су құбырларының өзі ерте кезде болған. Жанкентте де көрсетіп жатыр, мына Отырарда да көрсетіп жатыр. Қандай немен жобамен салынғаны, оның жаңа суағардың биіктігі, деңгейлігін бәрін көрсетіп жатыр ғой. Соның бәрі енді шығарып жатқанмен әлде табылмай жатқандар көп. Біздің Қазақстанға, осы қазақ жерінде осындай жақсы тарихи жәдігерлер табылып жатқан біздің музейде де бар мысалы. Ана жаңағы қамалдардың қандай немен салынғаны, даже ана бір күмбездер бар. Енді күмбездердің кесегіне дейін зерттеп жатыр. Жылқының жаңа сүтімен, сосын жылқының қылымен ана сазы бекітіп тұратындай сондай керемет дүниелердің салынуы соны бәрін таңғалдырып жатыр ғой. Аға, айып етпеңіз, менің сұрағымның негізгі бағыты былай болған. Аға буынның өмір жолы кейінгі жас буыннан дұрысырақ болды. Жас буынның өмір сүру қағидаты дұрыс емес деген ұғым аға буын тарапынан айтылуы қаншалықты дұрыс? Енді әлде бұрыс нәрсе? Аға буынның сөздерінің бәрі дұрыс болады ғой. Қанша ол жақсы сөздің де, жаман сөздің бәрі кімнен келді? Үлкендерден. Ақымақтың да қартаятын кезі болады ғой.
Ол да аға буынның қатарында. Ол да қартаяды, дұрыс айтасыз. Енді бұл сұрағыңа онша көп жауап бере алмайтын сияқтымын. Өйткені тарихты зерттеп көрген Жоқ, қалай ойлайсыз? Мысалға, әркімнің өзінің өмір жолы бар. Мысалға, сіздің өз өмір жолыңыз бар. Менің өз өмір жолым бар. Сіздің көрген қиындықтар бар, менің көрген қиындықтар бар. Екеуін салыстыруға келмейтін дүние. Мысалға, сіз демейік, мысалға, сіздің замандасыңыз белгілі бір деңгейде қиындықты көрді. Отбасын құрды, отбасымен жасасып келе жатыр, немересін сүйіп, бала шағасының ортасында. Менің замандасым өмірге келді, еңбек етті, отбасын құрды, бірақ дәм-тұзы жараспады, ажырасып кетті. Сол секілді ғой. Әрқайсысының өмір жолы өзінің күрделең бір сүрлеуі болады ғой. Менің ойымша, қосылуыңызға да болады, қосылмауыңызға да болады. Олай жас буында сынай беру үлкен бір қателік секілді. Қателік, дұрыс айтасыз. Өйткені заман қазір бұрынғыдай ғасырлап емес, 50 жылдап емес, күн санап, сағат санап өзгеріп жатыр ғой. Осыдан 15 жыл бұрын біз ойлаған жоқпыз. Телефонның бетіндегі мынау басқыштар жоғалып кетіп, телефонды сипалап отырып, жұртқа хабарласамыз деген дүние. Сол технологияның өзгеруіне қарай, адамның да салт санасы, адамның да өмір сүру дағдысы өте қатты өзгеріп кетті. Мысалға, сіздер 30 жасқа жеткен жетістікті қазіргі кезеңде 20 жасқа жеткенде жеткісі келеді көп жастар. Бұның өзі белгілі бір деңгейде заман ағымының өте бір адуынды дамып бара жатқанын аңғартса керек. Енді әр кезеңнің өзінің берер бағасы берілді. Кейінгі ұрпақтікі ол да беріле жатыр. Зейнетке шыққаннан кейін аға жазушылықпен айналыстым дедіңіз. Мысалға, бір ақынның сөзі бар. Әркім өлең жаза береді дейді. Абайды айтады ғой. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы. Бірақ ақындық бұл Алла тағаладан берілетін сый дейді. Жазушылық та сондай. Сөйлемді сөйлемге ұрыстырып отырып құрастыру, күннің батып бара жатқанының өзін бір абзацқа сыйдырып, көркемдеп әсемдеу, бұл да бір жаратушы тарапынан үлкен қасиетті талап етеді. Сіздің де жазушылыққа келуіңіз тегіннен тегін емес шығар. Бір емес бірнеше кітап шығардыңыз. Сіздің ойыңызша, бұл қасиет пе, әлде өмірлік тәжірибеден туған дағды ма? Дұрыс айтасың, бір төтеннен келген сый десе де болады негізінде. Бір саны енді жаңағы қазақ болғасын қара сөзден кенде болмайды ғой. Өзің мүмкіншілігің болып, біреуге бір жаңа туған күнде бір жақсы өлең шығарайын деп ойланып жатып, сөйтіп өлеңнен бастайсың ғой. Соған бір-екі мен сен біраз өлең шығардым, бірақ өзіме ұнады. Өзің мінезіне, былай несіне қарай, еңбегіне қарай, жүрегіне қарай шығарасың ғой. Сондай бір әдемі ұйқас болса, осыны қуанып қалады-ау деп, бұл енді оған шығарған өлең жақсы қабылдаса дейсің ғой, сол үшін ұйқасын келтіресің енді. Ал енді жазушылыққа десеңіз, мен кітап шығардым деп отыр, сол біз ана кешегі ковид кезде әсіресе мәңгі есімізде де барлық елімізге. Ковидтің кезінде не болды? Біраз ауырды, одан кейін жаңағы мемлекетіміз үйден шықпау керек, уақытын белгілеп, сондай естіліп алып, жаңағы
телевизор көруден, кітап оқудан басқа ештеңе қалмады ғой. Рас. Тек бірімізге біріміз сөйлесетін, мына бізге осы жаңағы телефон сол ғана мүмкіншілік болды. Ағаймен де, бауырмен де бәрімен сөйлесетін. Содан жаңағы бұрын бізден бірге оқыған класстастармен сөйлесесің. Басқа амал жоқ енді. Содан сөйлесіп, енді бізден кеткеннен кейін не істеп, бәрі енді әр жаққа шашырап кетті ғой. Осындай қай жыл үйлендің, күйеуің қандай, қай жылғы балдарың бар ма деп. Соны түртіп қоя берем ғой. Түртіп қоя бергем. Сосын кейін жатып ойладым, осылардың бәрін ақыры отырып, осыларды құрастырып бір кітап шығарайын деп. Өзіміз мына, мен өзім 11-ші қазақ орта мектебінде оқыдым. Тасбөгеттегі. Сонда кірген бар, шыққан бар, 46 оқушы болған екенбіз. Сол 46 оқушының өмір дерегін жинап, содан кейін сурет жинауда қиын емес. Өмір дерегін жазып болғаннан кейін, мына немен лақтырады ғой, соткамен. Соның бәрін жинақтап, дайындап қойғанымда, сосын енді кітапты қалай шығарады, кім шығарады, қандай баспаханаға берем деп. Сонда мына бізде Қызылорда баспа деген не бар. Сонда бір таныс жігіт бар еді. Онда былай жол жөнекей таныстым. Әйтеуір бір себеппен кездестіресің ғой. Сонда кітап шығарып жатқан көп, мынандай кітап шығарсам деп едім. Қалай болады деп үйге келіп жазғандарын бәрін көрсеттім. Суреттерін бәрін көрсеттім, содан құп алды ғой. Сөйтсем оның кітап жазудың да қазір баяғыдай баспаға барып, қағаздарыңды апара салмайды екенсің. Оның өздерінің нелері бар екен, жаңағы бәрі дайын түрде флешкеге салып, тек дайын түрде ғана береді екенсің. Сонымен келісіп, осы бір сағынышты жылдар деген кітабымызды шығардық. Сонда бұның енді ковид бітіп, енді ұрсат берді ғой, қатысуға неге. Сонда мына өзіміздің 11-ші мектептің завучы болған. Сонда зейнетке дейін жұмыс істеп, қадірлі ұстаз, сондай еді. Сосын класс жетекшіміз бар еді. Соларды шақырып, оқушы, жаңа өзіміздің сыныптастарды шақырып, осы кітабымызды көре берсең болады. Шығарып, ағайлардың өзің жүрек жарды бізге жазып берген тілегі. Класс жетекшіміз 80-ге келіп қайтыс болды. Ағайымыз қазір 90-ға жақындап қалды, завуч. Сол өзінің тілегін білдіріп сөйтіп, осы кітаптың тұсауын кестік. Енді бұның алдында жаңағы тағы бір кітабымды айтайын. Менің фамилиямды Табылып деп оқыдыңыз, бірақ Тобылыппын. Тобылов. Өйткені біздің аталарымыз осы Қызылорда облысының аумағында дүниеге келіп өмір сүргендер ғой. Ерте кездерде жаз жайлау Қостанайға дейін барған екен. Сонда Тобыл өзенінің бойын жағалаған екен. Сол Тобыл өзенінде менің атам туылған екен. Мен 5-ші атамның фамилиясындамын, Тобыл. Ең жоғары фамилиясы. Енді мына удостоверение алатын кезде бір неден қате кетеді ғой. Табылып деп жүрген ғой. Негізі Тобылыппын. Ал енді осы мен әкем жалғыз ұл болғанмен, атасы Бесағайын деген. Сол Бесағайында соғысқа қатысқан. Тек 5-ші ғана соғыстан оралмаған. 18-ге толдым деп өзі комсомолец болған екен. Өйткені Қармақшта механический завод болған. Ол механический заводтың да қалай неғаны, ол да тарих. Кезінде жаңағы соғыстың кезінде патрон шығарған, оқ шығарған, снаряд шығарған сол мехзаводта. Заводты неден көшіріп қойған ғой Россияда. Сонда 6 класстық біліммен соған жұмысқа кіргеннен кейін, онда заводта жаңағы айтқандай комсомол ұйым болған. Оның барлық жастар комсомолец болу керек. Сол бір жағы комсомолецпін деп кеткен ғой. Содан хабар ошарсыз кетеді ғой. Осы бес атаның ұрпақтарының өмір тарихымен, осы жаңа аталарымыздың, сосын ұрпақтарының тарихын осы кітапқа енгізіп, мені үлкен өзім тәтем бар еді Шымкентте. Сол шығарып бірге неғамыз дайындап осыны шығардық. Мына ең бірінші кітабымыз, ана екінші кітабымыз. Енді бұл кейінгі мысалы ұрпақтарға
естелік болсын. Қазір шығарып жатыр ғой барлығы да. Иә. Әкелерін не қылып, аталарын, оның арғы аталарын кім болған. Бұл негізі керек дүние ғой. Бұл ағаймен бірін-бірі таныс болу аталарым. Ертең қанша төмен қарай поколение кетеді ғой. Бірақ мына кітап соларға бір дерек болады, дерек көз. Енді жаңа не айтып, қалай келдіңіз деп жатсыз. Енді жаңағы әрмен қарай айтайын, бұл еңбек жолыңызды айтуда бір кітап көп оқимын өзі. Мына қоғам қайраткері, облысымыздың басшысы болған Исатай Әбдікәрімов пен Қонысбек Қазантаевтардың сол бір кітаптардан қарап тауып алған сөзім бар. Негізі жүрегіме жылы алады, негізі осы себеп болу керек. Адам тілімен емес, ісімен шаршау керек деген екен. Исатай Әбдікәрімов. Қонысбек Қазантаев айтады, еңбекті еселей етсең, талабың жүреді дейді. Талабың жүріп тұрған кезде төңірегіңе әңгіме қиқу айналмайды дейді. Қаншама аяғынан шалғысы келгенмен, еңбектің құдіреті оған дес бермейді дейді. Арыз, шағым әр жерде болады. Бақталастық, қызғаншақтық, қастандық, соның бәрін істеген еңбегіңнің ісі дәлел болады дейді. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарып тіленбей деген қарама мағынасы, мына бәрін еңбекпен дейді. Бұлардың бәрі біз жаңа қайраткер нелер барлық жақсы болуын, шаруашылықтың жақсы өркендеуін, қаланың жақсы өркендеуіне атсалысқан кісілердің ең жақсы абзал сөздері жазып қойған. Енді туған неме байланысты айттыңыз, қай жерде өстіңіз, балалық шағың дегендей болады ғой. Енді осындай әңгіме айтқан кезде әке, шеше ең бірінші айтылу керек. Өйткені ол пірің, ол өмірге әкелді, бақты, киіндірді, оқуға берді. Сен азамат болып, үйленіп кетіп, немерелі болғанша бұлар бізге сол бала әке болып жүрді, асқар тауымыз болды. Енді шығармашылықтан гөрі мынадан көше берсем бола ма? Көшіңіз, мархабат. Бұл енді әке шешелерімізді қарапайым еңбек адамдары. Осы платина құрылысы басты қатысып платина, одан кейін дәуірде бері қарай зейнетке шыққанша осы өздері маңдай тер еңбегімен осындай дәрежеленген сондай кісілер. Және де отбасына 8 бала тәрбиелеп, 8 баланы да оқыттырып, жолына қоя білген кісілер ғой. Осы ата-анаға бәрі де құдіретіне табынады ғой. Осы әкеме деген, анама деген өлеңдерімді оқысам бола ма? Оқыңыз, мархабат. Әкешім асыл анам деген өлең екен. Әкешім асқар тауым, анашым жанашырым, еске аламын өздеріңді, сағынған күндерімді. Ақылшым әкетайым, біздерге болдың пана, ешкімнен кең қылмадың, салмадың жанға жара. Аялап ақыл бердің, кетпеді төккен терің, анашым ерте кетіп, салмақты өзің көрдің. Қаншама еңбек еттің, абыройға мінсіз жеттің, жеткіншек ұрпағыңа өзіңді үлгі еттің. Еңбегің еш болмады, жүректе тұр жазулы, ұрпақтарың мәңгі тұтар, қанша жылдар өтсе дағы. Бүгінде ұрпақтарың жайқалған жасыл құрақ, өсірген ұл-қыздарын болуда мәуелі бақ. Сіздерді ұмытпаймыз, дұғада бағыштаймыз, біздерге медет берген Алланы ұлықтаймыз. Әкешім асыл анам, жүректе мәңгі ғана, жаратқаннан өздеріңе сұраймыз жанатқаны. Бұл енді жаңа ішінде айтып жатырмын, ерте кеттің деп, менің шешем, өзім анам, еңбек майталманы, жаңа коммунистік партияның мүшесі, аудандық советтің депутаты, одан кейін қалалық советтің депутаты, небір 54 жасында отделік болды. Қаншама балаларын тәрбиеледі. Соның енді бізде 4-еуі ғана үйленіп, одан кейін барлық
ауыр жүк әкемізге түсті ғой. Содан әкемізге біз жаңа не болдық, тірек болдық. Өйткені әжелеріміз сол кезде шалдардың бәрі кетті, аталарымыз. Солар айтатын еді, сендер жетімсіңдер, әкең жетім деп. Сендердің жолдастарың бар, жаңағы келіншектерің. Әкең жалғыз соған тірек бол деп. Сол сияқты әкемізге қатты құрметтейтін едік. Ол кезде әкенің жылы қабағы болса күлеміз. Бір ісіміз болса ашуланса бізге үндемейді. Соның қас қабағына қараймыз. Жаман бол деген, жаман бол деп айтпайды. Жақсы бол, елге жаман сөзін ермесін, бізге кір келтірме деген осы. Осындай тәрбиемен өстік қой. Қазір тәрбиенің өзі, мысалы, 2-3 баласы бар, ата-анада тәрбие берілер, тәрбие берілер. Көп балалы да тәрбие береді. Бірақ екеуінің айырмашылығы жоқ. Мына бір айырмашылығы, көп балалы ананы тәрбиелеген үйде балдар өздерін өздері қарайды. Алдыңғы арба қаяққа жүрсе, соңғы арба солай жүреді дегендей. Бір әкенің тәрбиесін, анасын көрген үлкендерінен кейін аналар сол жолмен жүреді. Ал мына бір баласы бар, 2 баласы барларға олар да кем емес. Әкенің, ананың оларға да махаббаты да ерекше ғой. Жақсы қарап, адам болуына жолға түсіп кетіп, жоғары қызмет істеуіне барын атсалысады. Әке мен ананың құдіреті осы емес па? Балдары детеген ойынан шығып жатса, қандай керемет жақсы. Содан Ағамдақтарыңызбен танысуға бола ма? Қазір мына енді сағыныш дегенде әкеменен кейін сағынышқа да оқып берейін. Бір мотиві кімге де кетіп қалуы мүмкін, жаңағы Мақатаевқа бірақ, Мақағалиға. Аналарға сағыныш деген өлер. Аналарға мейірім аздық етпейді, бола берсін мейрамдары көп мейлі. Жер бетінде еркектерден көп дейді, аналар мен ұрпақтары көктейді. Аналарсыз сансыз тірлік бітпейді, құдіретіне ешкім оған жетпейді. Емірене еркелеткен кездері ешқашанда ойымыздан кетпейді. Алыпта туған, батырда туған анадан зиялылар, данышпандар, хакімдер аса алмайды ешқашанда анадан, жаратылған рақымы мол Алладан. Көкіректе қанша сырлар сайрайды, сағыныштан жүректе от лаулайды. Анасы бар адамдарға қызығам, қандай бақыт анасынан айналам деген. Зымыраған уақыт деп аталады. Кейін енді мынау жаңағы өзің үлкен болып, әке болып, немерелерге ата болсаң да, әкені бәрі еске ала бересің. Шүкір дейміз, осындай жақсы тәрбие беріп, осындай жолға салғанына деп тәуба қыламыз ғой. Сонда бір әкеге деген сағынышымда осы өлеңмен жеткізгем. Әкелер асқар таумысың, шаттықпен атқан таңымсың, бақытты балғын шағымның, жайқалған нұрлы бағымсың. Ізетпен ердім соңынан, нәр алдым өмір сабағын, шыңдадың биік мақсатқа, қолдадың бақыт жолына, біліммен еңбек егіздеп, үйреттің әке әрдайым, жығылмай жүріп тұруға, демедің әке әр кезде, есінен кетпес ешқашан, еркелеп жүрген кездерім, нұршуақ шашқан көзіңнен, өмірдің көрдім сәулесін. Жақсы болсам қуандың, жыласам әке жұбаттың, ақыл айтып басымнан, қуат беріп қуанттың, балқыған темір болаттай, шыңдадың әке өмірге, үлгі алам әке өзіңнен, серт берем әке сеніммен. Осындай да бір өмір шулақтарым әкем сағынғанда жазған бар еді. Сондай нәрселер. Енді содан айта берейін ба? Жаңа кітабыңызбен танысып отырмын. Әкеңіз 2009 жылы дүниеден озған екен. 2009, 2009 жылы. 31 жыл ғой. Ол кезде сіз 48 жастасыз. Қателеспесем. Азамат болып қалдым. Жігіт ағасы болып, ел ағасы болып қалған кезіңіз. Бірақ өлеңдеріңізге мән берсек,
сағыныш басым. Иә. Әкеңіз жолдасынан ерте айырылды, сіздер де анадан ерте айырылдыңыздар. Енді ол жолдасынан айырылған адамның жан дүниесіндегі жараны, ауыртпалықты тек соны басына өткерген адам ғана түсінеді. Жаңа айттыңыз, әкеміздің қас қабағына қарады. Ол кісі қуанса, біз де қуанып жүрдік, шаттанып жүрдік. Бірақ ол кісі ашуланса, демейміз. үндемейтін боламыз. боласыздар. Жым боласыздар. 48 жаста адамның ақыл тоқтатып, оң солын танып, адам танитын шағы ғой. Десе де, әке бар кезбен, әкеден кейінгі өмір жолы қандай? Нені сездіңіз? Нені ұқтыңыз? Иә, дұрыс айтасың. Қандай ауыртпалық көңілге келді? Осыған бір тоқталып өтсеңіз. Иә, айтып отырмын ғой, әке әр үйдің тірегі. Барлық адамзат несінде әкенің рөлі күшті ғой. Өйткені біздің шешеміз айтады, әкең келді. Ана шай қояды ғой. Сол кезде барыңдар деп шаршап кетті деп айтады. Сол үріс неғып кетеді ғой бойымызға. Сонда ол әкеден қорқу емес, ана әкемді сыйлауы. Жұмыстан шаршап келгеннен кейін шай ішсін, демалсын деген. Енді әкең алдында жүрсе жалтақтамайсың. Ана жаққа бармай қалдым демегенмен, әкең барса барлығы орында деген сияқты. Содан әкем мен шешем өзі танысуы да қызық. Шешеміз Орынбор облысының қызы, әкеміз Қармақшылық. 48 жылы атамыз бен әжеміз осы жаққа қоныс аударады. Бірақ менің әкем 8-ші класс оқып, 2 жылын Жосалда Молтып деген мектепте сұрақта оқуға қалады. 50-ші жылы бітіріп, біздің Қызылорда педагогикалық институтқа оқуға түседі. Жаратылыстану факультетіне. Онда бірінші курс оқып, жақсы көзге түсіп, кітапхана меңгерушілігін меңгеруші болып жұмыс істейді. Қосымша студенттердің арасында. Сол заманда жастардың бәрінде қызығушылық, романтика деген болады ғой. Сонда біздің военкоматқа жастар алып жатырген теңіз флотына деген сондай әңгімелер тарап кетеді осы. Соған қызығушылық танытып, әкем де барады ғой. Сонда әкем айтатын ғой, 100 адам ішінде 2 адам ғана теңіз флотына жарадық деп. Ол кезде солдаттар, Совет армиясындағы жауынгерлер 3 жылдық екен да, флот 5 жылдық екен. Сонымен 5 жыл тынық мұхит флотында служить етіп қайтады. Аға матрос болып келеді. Енді айтып отырса әкем әңгімелер көп. Жаңа айтып отқан соның әңгімесінен өмірдің жолында жаңағыдай қиын жүріп өткен еңбектерінен содан көріп тәрбие аласың негізі. Содан ояқта тынық мұхитында жүргенде радист болған екен. Қытаймен шекаралас жерде самолеттердің ұшу бағыты, ана бағыты бәрі сол қазір сұрап білсем дәл сондай екен. Кеменің қаққа бара жатқан бәрі соны кезек жаңағы сондай міндетті борышын атқарған ғой. Оның борыштан кейін жаңағы қарауылдық застава деген сияқты бар. Сондайға да дежурствоға жібереді. Сол бір ең қызығын айтатыны ғой. Ана карабин дейді біздің ұлттық винтовкада. Карабині бар, биноклі бар, әрі өздерінің тұратын нелер бар. Сол түннің бір уақытында анау орман жақтан
шекараның ар жағынан орман қояқ. Бір жарықпен фонармен бір адам жүріп тоқтағандай, содан кейін шамайлы қараса былай жүргендей жақындап келе жатыр дейді. Енді белгілі өзінің межесіне жеткенде бұл жаңа устав бойынша иә. тоқта кім келе жатыр, стой, стрелять будем деген айтады ғой. Сөйтсе де ана қараса ондай неге бағынбайды екен. Өзі дауыс жететін жерге дейін айқайлайды ғой. Болмағасын атады ғой жоғары қарай. Өзі сондай заңында солай. Содан мына көмекке өздерінің жауынгерлер келеді, өзінің огневой нелер болады, жаса қалады. Содан таң атуға жақын қалған кейін ешқандай ештеңе болмайды да, сосын таң атқасын шекараны қарауға жібереді. Сөйтсе өтпегеннен кейін ертеңіне плацқа тұрғызып, жаңа әкеме благодарность письмо и отпуск за родину деп 10 күнге не береді екен, отпускқа. Содан әкем таң қалады, бұл қалай деп. Командиріне сұраса, анау жарық, ол шпион емес екен, светлячок деген қоңыз екен. Жарқырап жүреді. Сонда айтады, егер ол жау болса қайтер еді, қырып кетеді ғой деп. Соның батылдығына ғана берген екен. Одан кейін 5 жыл бітіргеннен кейін екі қарындас мектептің қабырғасында жас. Әке-шешесі қартайған, соғыстан келген адамдар белгілі ғой. Сосын оқуды жалғастырмай бірден жұмысқа кірісіп кетті. Сол кезде платина стройдың бітіп қалған шағы негізі аяқ жағы болу керек. 52 жылы осы ашылды ғой платина. Сондай әңгімелерін естіп, содан тәлім тәрбие аласың. Өзі жұмыста жақсы деп күліп келеді жаңағы үйге. Сол күлсе, біз де күлеміз. Сосын суюға таласамыз жаңағы қолда. Басын жуса, басына дейін сөйтіп қиюға таласамыз ғой. Сондай тәрбиеміз әкенің рөлі зор. Қазір енді өзіміз соны айтқандарын бәрін сабақтасақ, сағыныш ұялайды ғой. Енді өздеріміздің де балдар бар. Оның тәрбиесі өзің қандай болсаң, жаңағы жұмысыңда неде, соны көріп өскен бала да сол ізбен кетеді. Өзіңді көріп, немерелер де сондай болады. Қазір енді жастардың бәрі білімді ғой. Жаман, жалқау дейтін ондайлар жоқ. Қазір жастардың бәрі білімді, көзі ашық, көкірегі ояу. Әйтеуір бос жүрген жастарды көрмеймін. Я ана спортқа қатысады, я әнге қатысады, я биге қатысады. Сондай соған шүкіршілік етеміз. Жаңа айтып отқан әкенің қазір өзіңмен салыстырсам, әкем менен зор деп ойлаймын. Өйткені қаншама қиыншылықта былайынша айту оңай, оны елестету қиындау. Сондай бізде жаңа жұмыс істедік қайттық қой. Ондай қиыншылықты демалғаннан кейін былай қардың, жаңбырдың сондай ауа райына қарамай етігімізден су кетсе де, үстімізден су не қылса да жұмыс істедік бітіруге. Оны тіпті міндетсіген де жоқпыз. Қазір сол білініп жатыр. Қазір заман жақсы, бірақ жұмыс істейтін деген жастар да көп. Біздің жұмысы еріп келе жатқандар да көп. Олар қазір өмірдің несі құретілігі, үйдің қаражат көп болса, жағдайы жақсы болса, сол үшін жұмыс істейді. Оған қазір екінің біріне бесенеден белгілі, бос жүрген адамдарша көріп жүрген жоқ. Әйтеуір ебін тауы жұмыс табады. Аға, сізді таныстырған кезде әкелер алқасының мүшесі деп таныстырдым. Әжелердің өз ұйығы бар, аналар алқасы бар. Әкелер алқасы, әкелер мектебі дейтін дүниеде қалыптасты. Біз әке деп айтамыз, жаңа сіздердің буын әкенің ол кездегі құрмет қасиетін бөлек түсіндіреді. Бір ауыз сөзбен әкең келе жатыр. Әкең жұмыстан келді, мазасын алмаңдар. Сол екі ауыз сөз сіздердің әкеге ерекше құрмет көрсетулеріңізге жеткілікті болды. Қазір
қатты айтқанда есектің арғы жағы мен қодықтың бергі жағында дәрежесі тұрған еркек болып тұр әңгіменің ашығы. Әке. Әке болып жүргендердің де қадірлі болып жүргені шамалы. Себебі қазіргі әке тек жұмыс істеуші, нан табушы, отбасын қажеттімен қамтамасыз етуші. Ана мен балаға көңіл бөлеміз. Ана мен баланың өмірі маңызды дейміз. Ана мен баланың өмірі маңызды. Бірақ баланың да дүниеге келуіне себепші болатын әке ғой. Әйел адам тауық емес қой, күлге аунап туа береді. Әңгіменің ашығы. Бұрынғы әкелер мен қазіргі әкелер деп бөлетін ештеңесі жоқ. Тек адамдардың қабылдау ұғымы, сана биігі, адамдардың қабылдау ұғымы өзгеріп, теріске сана биігі төмендеп кеткен сияқты әкелерге қатысты. Әкелер алқасының мүшесі ретінде сіз 21-ші ғасырдағы қазақстандық қоғамның өмірінде күн кешіп жатқан әкелерге қандай баға берер едіңіз, олардың қадір қасиетіне қатысты? Өзіңіз де әкесіз. Дұрыс айтасыз. Енді қазір қай саланың болса да ардақты нелер бар ғой, мынау өзіңіз айтқандай әкелер. Олардың тәрбиесімен білім тәрбие алған адам, жолын ұстаған адамның отбасында шаңырақ шайқалмайды. Бізде шаңырақ шайқалған жаман ұғым дегенді анда-санда естиміз. Енді ешкім әке шешесін арқалап жүрген жоқ қой. Қазіргі біздің қазарымызда бәрі кетіп қалып десек те болады. Бірақ олардан туған, солардан өрбіген балдардың бәрі қазір әр жұмыстың тұтқасын ұстап, өзінің ағайынның арасында болсын, елдің арасында болсын, жаман атымен шығып жатқан сирек кездесемін негізі. Енді олардың балдарына үйіне бәрін аралайсың ғой, көресің, мектепке барасың, анаған барасың. Бірақ бұрындары сондай болған, жағдайлар нашар дегендерге семьяларға сондай үкімет бөліп беретін. Қазір де болып жатыр, бірақ ондай қатты қиыншылыққа ұшыраған отбасыларды көріп жүрген жоқпын. Тәрбиесі нашар дегенде онша бірең-сараң болмаса, қазір қоғамда жоқ деп айта алмаймыз, бар шығар. Бірақ енді көпшілік жерде, мысалы, анау отбасы қалай, мынаның отбасы қалай, жақсы ма дегеннен басқа ешкім ештеңе айтпайсыз. Көбісі жақсы деп айтады, шүкір деп айтады, жұмыс деп жатыр дейді, ана баласы андай деп жатыр дейді. Сонда да болса қоғамда кездеседі ғой. Бәрі төт құлас түгел емес. Соның бәрі айналып келгенде жұмыссыздық нәрсесі, жұмыс істеу керек болса, оның оңай жүріске кетіп қалып, жаңағы мынау салмақты жауапкершілік сезінбейтіндер, осылардың көбейіп кетуі біздің мынау қоғамға да теріс әсерін тигізеді ғой. Енді осы ардагерлер кеңесі ішінде әкелер алқасының тобында бізге осындай міндеттер жүктелді. Кешегі референдумда неке туралы да айтылды ғой. Ата-ана некесі заңды, ерікті. Сонда көп аса мән беріп жатыр негізінде. Енді әкелер тобына бізге біраз міндеттер, жүктер беріліп жатыр. Қазір мектептерде жаңағыдай сіз айтқандай нелерге жиын өткізіп, солардың шешу, соларға жақсы жағына бұру, сондайлар болдырмау жөнінде тапсырма берді бізге. Енді қазір қоғамда
өзіміздің кезімізде әйтеуір жаңа айтып отырмын ғой, архивтерді қарап отырсам, осы Қызылорданың өзіміздің Тасбөгетте біраз өзін танитын үлкен кісілердің бәрі өзінің еңбектерімен шыққан Иә. нелер, мақалалары бар екен. Бірақ олардың отбасыларының бәрі де жақсы. Сол кездегі тәрбиенің бәрі жаңа әкені көрсе, Иә. айт деген сөзінен не қылатын тәлім тәрбие алғандар ғой, қазір олар. Енді кейінгі сол нелерге жастарға үлгі болсын деп кейде кітаптар шығарамыз. Мынау ардагер ұстаз осы 80-ге келген. Бұны оқысын, тәлім тәрбие алсын деп осындай шығарады ғой. Осындай ұстаз ардагерлер болсам екен, ұстаз болсам екен деп біразы жаңағы басқа мамандық игерсем, осындай кісідей болсам деп үйреніп жатқан жастар көп. Иә. Оларға енді насихат көптеу болу керек. Бізге міндеттеліп жатқан жұмыс осы, барлық бастауыш ұйымдарға, қалаға болсын, мектепке барсын, солардан жаңағы мынау кеңес өткізіңдер, жиналыс өткізіңдер, үгіттеңдер деген тапсырма беріп жатыр. Сол жөнінде енді жұмысқа кірсеміз, Құдай қаласа, кеше басымызды қосып тапсырма берді. Осы биыл ғана ғой сайланған. Білмейтін болса сұрап алыңдар. Облыстықтар әкелер алқасы бар. Сосын енді негізі әкелерді рөлін арттыру үшін үлкендерден көп әңгіме есту керек. Үлкендерден 90-ға келген болсын, 80-ге келген болсын, жібіту семьядан осы қоғамның жүріп бара жатқан қозғалысының несін жақсы айтады олар. Бізде қазір дамып жатыр ғой. Біздің қаламыз көркейіп жатыр. Ел қазір Қызылорданың атақ-даңқы сыртқа шығып кетті. Қызылордансың десе, Қызылордадамын десе, жаңа таң қалады. Сондай дәрежеге жетіп ғой. Сондай дәрежеге жеткізу үшін ұрпақ тәрбиелеу, әкенің рөлі, солардың рөлі көптеу болу керек. Бағана айттым ғой, жаңа алдында. Бізде қазір жастарға жасап жатқан өздерінің тірліктеріне риза боласың. Бұрын ләңгі ойнап жүретін бала жоқ. Көшеде қаңғып жүретін жастарды көре алмайсың. Оның орнына жұмыс істеп жүрген адамды көресің, оқып жүрген адамды көресің. Соған қарағанда заманымыз жақсы, өзіміз де білеміз ғой, жақсарып келе жатқан. Тіпті қуанамыз. Әлде де солай кеңесімізді айтып, сөйтіп бағыт-бағдар беретін үлкендердің сөзін естіп, соның өзі бізге де басқа ұрпаққа да ғанибет қой деп ойлаймын. Тәрбие. Аға, бізге берілген уақытта тәмамдалып қалған екен. Алдағы уақытта өзіңізбен тағы да бір сұхбаттасатын боламыз. Енді сіз алып келіп отырған дүниелер өте көп екен, көзім шалып отыр. Ішінде кетіп бара жатыр. Бұнда ардагер асыл қазынам деген бар, ақсақалдарға айтылған не бар, өлеңдер бар, бәрі кетіп бара жатыр. Мынау Абайға арналған өлең кетіп бара жатыр. Енді ардагер ақсақал қазақтың бас ақыны деп Ахмет Байтұрсынұлы өзі бағасын берді ғой, қазақ газетінде. Қазақтың бас ақынынан асып кете алмаймыз. Абайға арнаған өлеңіңіз болса, соны түйін ретінде оқып беріңіз. Сонан соң біз өзіміздің көрермендерімізбен келесі кездескен жейік. Жақсы. Бізде енді ардагерлер кеңесінде барғаннан кейін іс-шаралар көп болады. Былтыр Абайдың 180 жылдығы болды. Жақсы, керемет. Оны еліміздің барлық бір елді мекендерінде жақсы насихаттап, жақсы нелер өткізіп, жиналыстар өткізіп, жарыстар ұйымдастырып сөйтті ғой. Абай негізі өмірлік
несі бар. Әрмен тереңге кеткен ұғым. Ол өз алдына бір философия ғой. Сол енді Абайдың несіне қатыс деп жарысына еңбек ардагерлері әр салаңғы туған қатыстырғанда сол Абай жолын алайыншы, Абай жолын оқиыншы деп бір өлең шығарып едім. Сол бір Нартай Бегежановты сонда ғана оқыдым. Сол ғана жаңа кешегі номинацияны берді. Абай дана, Абай хакім, Абай ақын, Абайдай дана туған жоқ. Абай сөзі, Абай жолы жүректе тұрар жаңғырып. Кең сарайдай ақыл ойы, от боп жанған жалындай. Мақал мәтел қара сөзі, өмірге жол тартқандай. Қанша ғасыр өтсе дағы, мәнін жоймас ғибраты. Адам затқа жеткен сыйы, ешқашанда ұмытылмайды. Жалын атқан ұрпақтары Абай жолын тоқыған, оқу оқып білімменен ой санасын шыңдаған. Абайға қосам үнімді мен, Абайша толғап ойымды, өтірік, өсек, мақтан шақтық аздырған адам баласын. Жастар бар, өнегелі, өмірге болмас өкпелі. Білім алып, қуаттанса, өнер алар қызыл тілі. Аға, көптен көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге, өнегелі өмір сүріп жатқаныңызға, әкенің жолын жалғастырып, сол адамның, жақсы атының сіздердің көздеріңіз тірі кезде жаманатты болмауына, жақсы адам болып өмір сүріп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Алғысымызды айтамыз. Алла разы болсын. Ардақты ағайын, өмірде үш нәрсе қайтып келмейді дейді ғой. Біреу жаңағы не дейді? Айтылған сөз дейді. Екінші уақыт дейді. Уақыт қайтып келмейді. Сөзде айтылған сөзде қайтып келмейді. Сосын үшінші жаңа мүмкіндік дейді. Мына мүмкіндік маған беріліп отыр екен. Бұдан кейін де мүмкіндік бола берсін. Рахмет. Рахмет. Көп-көп рахмет. Жақсы. Ардақты ағайын, құрметті телекөрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Ең бастысы өмірдің өріндерінен өкінішсіз өтейік.